Біз карантинде тойсыз қалған әншілердің ставкасын білу үшін 3-4 әншіге телефон соғып көрген едік. Мен бағасын білейін деп едім, алдымен үйдегілермен ақылдасайын деп едім. $5000, бір неге $7000 болған ғой, енді карантиннен кейін біз $5000-ға түсадық, тем более қазір доллар да көтеріп кетті. Доллармен есептейсіздер да, $5000, да? Иә, $5000. Сосын екі адамға перелеттар, бір бизнес, бір экономика, туда и обратно. Қаншаны айтады, Ерке? Бір блок жарты от выступления примерно 7-8 ән айтады. Кешіріңіз, біз августтың 8-іне байланысты той мәселесімен хабарласып отыр едік. Гранд Астана, Астана қаласында. Қайрат мырзаны тойға шақырайық деп едік, інім үйленіп жатыр еді. Сон бағасын білейін деп едім бірінші мен. Үйдегілермен, чтобы бюджетті алдын ала біліп алғым келіп отыр. Шамамыз келе ме? $8000 перелетті бөлек. Алматыдан келе ме? Иә. Доллармен есептесе ме, жоқ әлде теңгемен ба? Бүгінгі курспен санай бересіз бе? Алматыдан келеді, да? Иә. Ал мына жақта жатын орын қамтамасыз етуіміз керек па, қалай өзі? Жоқ, гостиница керек емес. Екі адамға билет па, бір адамға ма? Екі адамға, бір бизнес, бір эконом. $8000, иә? Иә. Бағасын білейік деп едік, шамамыз жете ме, жетпей ме алдын ала? $3000 гонорар. $3000, иә? Қанша ән айтады? Қандай той сіздерде? Бізде үйлену той. Келінді алып шығу керек па басында? Жоқ, бізге келіп арасында ән айтып кетсе болды. Бір блок 5 ән. Бір блок 5 ән $3000, иә? Иә. Бағасы $6000 қойды. $6000. Одан бөлек шығындары бар ма? Одан бөлек шығын тек екі адамға келіп кетіп бөлек. Ал жататын орын қамтамасыз етуіміз керек па, қалай өзі? Сіздер таңдасам болуы тиіс. $6000, да? Хорошо. Теңгемен береміз бе, доллармен береміз бе? Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай. Жақсы. Сол курспен, сол уақыттағы, августтағы. $5000 бар, плюс самолет, гостиница екі адамға. Бір бизнес, бір эконом. Бір бизнес, бір эконом, да? Негізі бос қойды августтың 8-і бұйыртса? Пока бос, иә. Пока бос, да? Бізде Астанаға гонорар үйлену тойына $1 миллион. Перелет екі адамға, туда-обратно. Самолеті бір бизнес класс, бір эконом класс. Қонақ үй, біреусі люкс, біреусі стандарт. 4 жұлдызды қонақ үй минимум. Тойда 2 выход жасаймыз. 20 минуттан 4-5 әннен общий количество 40 минут болады. Жақсы, түсінікті. Онда болса мен сізге кейін хабарлассам бола ма? Үйдегілермен ақылдасайын, ортаға тастайық. Жақсы, жарайды. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Енді әлем бұрынғыдай болмайды. Ойланатын уақыт келді. Пәленбай миллионға әнші шақырып, ысыраппен той жасайтын уақытта келмеске кетіп барады. Байқайсыз ба? Қазір білім қуатын, ілім іздейтін уақыт. Ақшаны білімге, балалардың оқуына салатын уақыт. Әншілерге де ойланатын уақыт келді. Бұрынғыдай мұрнын көрінген жерге тығу абырой әпермейтінін түсіну керек. Сіздер бізді тек әдемі әндеріңізбен қуантсаңыздар болды. Одан артық бізге еш нәрсе керек жоқ.